Мына стиральный машинаның шлангысы ғой, лақтырып тастаған. Керек болады деп алып қойдым. Міне керегі болып жатыр, пайдасы тиіп жатыр. Диаметрін өлшейміз, 13,5 көрсетіп тұр. Осыған подходящий темір тауып аламыз. Так, бұл тоже 13. 13-тен чуть асып тұр. Как раз притык кіреді. Енді мына крышкаға мына қыздырып тесеміз қазір. Осылай қыздырамыз басын. Мына жағын керек емес, басын қыздырсам болады. Кейбіреулер өзі түсініп жатқан шығар, мен не істеп жатыр деп. Бұл почти видеоны қарап отырған адамдардың барлығына керек ақпарат қой. Техника қазір бүткіл үйде бар ғой. Бұрын 2 үйде бір, 3 үйде бір болса, қазір бір үйде бір емес 2 техникадан бар қазір. Әйтеуір грузовой болсын, жеңіл болсын, бүткіл техникаларға керекті лайфхак қой. Сақтап қойыңыздар, видео керек болады. Кейбір кісілер түсініп жатқан шығар, не істеп жатқанын. Кейбір түсінбей жатқан шығар, оны не істеп жатыр деп. Осылай алып, қыздырып, осылай тесеміз. Міне. Тағы бір рет өтіп жүрміз, яғни жоқ, міне осылай. Болып қалып отыр. Тесіп алдық. Осылай кіргіземіз. Неғұрлым қар болған жақсы ғой. Өткені қар болса жақсы да тар болған. Осылай қинап күштеп кіргізесіздер. Бұны енді аласыздар да мына шетін. Так, міне бүгін оператор бар, актер. Қиналып қалдым алдын операторсыз. Мынаны алып осылай мына жаққа саласыздар. Көне дейін апа тақайсыздар ғой. Не былай тақайсыздар. Қазір да мынаны бүйтіп бұрайсыздар. Вот енді ары қарай физика заңы кетеді ғой. Мынадан мына шүмек істеді ғой мынаны. Барынша мынаны да тар қылып, мынаны тар қылу керек та. Менде енді барынша тар болды. Енді қазір көрсетем жалғасын. Видео өрлейсіңдер. Кальянный аппарат сияқты болды.